Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын мега шоколадный медовый торттың рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сізден бірден шығатын болады. Осылай қазіргі хит болып жатқан торттардың бірі. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, астында тұрған подписация кнопкасын басып, тіркеліп алыңыздар. Бізге ең алдымен осындай асты қалың отқа қоятын ыдысымыз қажет. Ыдысымызға 200 грамм қант және де 4 жұмыртқа, екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Келесі бізде 3 ас қасық балымызды қосатын боламыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып біздегі бөлме температурасында 100 грамм сары майымызды қосамыз. Сосын барып газге жаймен бір қалыпты етіп астын тоқтатпай араластырып отырамыз. Осы кезде ас содасын қосып жібереміз 1 чай қасық. 5 минуттай отта ұстаймыз, сосын барып алатын боламыз. Болған соң біз басқа ыдысқа құямыз осылай. Келесі бізде құрақ заттарымыз ұн және какао. 250 грамм ұн мен 50 грамм какаоны жақсылап бірінші араластырып аламыз. Сосын барып біз бірден ұнымызды салып жібермейміз, 3 бөліп салатын боламыз. Тестамызды жақсылап осылай 3-ке бөліп салып отырамыз. Міне бізде осындай тестамыз дайын болады. Формасы осылай болу қажет. Және де сіздер кез келген пергамент қағазына немесе фольгаға осылай формасын жасап алсаңыздар болады. Мен өзім фольга қағазына жасадым. Осылай бір тегіс етіп, видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Тестамызды кейін піскеннен соң кесуге өте ыңғайлы болады. Болған соң 180 градуста 1-2 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің корждарымыз осылай пісіп шықты. Пісіп шыққан соң осылай формаларын жан-жақтарын кесіп алатын боламыз. Бұл біздің тортымызды әсемдеген кезде керек болады. Осылай мен осы 4 бұрышты 2 бөлікке бөліп, барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Барлығы бірдей болуы қажет. Менде осы тестадан 4 корж шықты. 4-еуінде осылай пісіріп алып, сосын 2-ге бөліп алатын боламыз. Барлығы формалары бірдей болуы қажет. Оны мұқият тексеріңіздер. Болған соң осылай сметаны заварной кремді жағып 5 минут 10 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің коржымыз жұмсақ болғанға дейін. Бұл сметаны кремнің рецептісін астына төменге қалдыратын боламын. Сол жақтан көре аласыздар. Өте қолжетімді заттардан жасалынады. Және де дәмі деген өте жұмсақ болып шығатын нәзік торттарға арналған. Міне осылай 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Менде 15 минут өтті. 15 минуттан кейін мен осылай барлығын орап шықтым. Сіздер де осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыздар. Өте әдемі торт болып шығады. Бастапқыда осылай жасаңыздар орап, сосын барып корждарыңызды қолмен жақсылап осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Қолдарыңызға перчатка киіп алсаңыздар, өте ыңғайлы. Міне біздің тортымыз дайын болды, орап болдық. Әдемі көрінеді. Сосын барып осындай шпательдің көмегімен тортымызды формасына қоятын боламыз. Қалған кремнен осылай сыртына жағып, бір тегіс етіп жағып аламыз. Сосын барып формаға кигізіп тортымызды 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Өйткені біздің формамыз тегіс болып шығады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Осылай холодильникке жіберетін боламыз. Міне 3 сағат өтті. Сосын барып тортымызды ашатын боламыз. Сосын барып жаңағы шеттерінен қалған крошкаларын майдалап, шеттеріне жағып, бір тегіс етіп, әрлеп әсемдейтін боламыз. Осы жаңағы қалған шеттерінен қалған корждарды блендермен немесе пакеттің ішінде оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Міне біздің тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет
және де құрамы арзан торттардың бірі. Достар, бұл негізі сатылымда жүрген торттардың бірі. Мен сіздерге тегін осылай жасап көрсеткім келді. Және де менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сонымен қатар осындай биік торт шығара алмай жүрсеңіз, міндетті түрде осы тортты жасасаңыздар, торттарыңыз биік және де әдемі болып көрінеді. Ас болсын!